Сонымен ағайын, біз өзі қазақпыз деп мақтанамыз. Бірақ сол қазақтың несіне мақтанамыз? Қазақ деген атына ғана ма? Жоқ, әлде затына мақтанамыз. Ата бабамыздың кісілігіне, батыр болған, ақын болғанына мақтанамыз. Тектілігін айтамыз. Егер осы секілді біраз сипаттарын алып тастаса, расында әр жағында мақтанатын ештеңе қалмауы мүмкін өзі. Адам баласынан Абай айтады, ар ұят қылым деген нәрселермен артылады дейді. Фашисті Германияны айтамыз ғой, немістер мақтанды. Бізде мықты хал жоқ, біз әлемнің алдындамыз. Бай рас, негізі өтірік емес, мықты халды екені рас. Шынында әлемге үлгі болуға жағдайы бар оның. Моцарттың, Бетховен, Гегельдің, Фейербахның, Маркс, Энгельстің отаны ол. Ол Мерседесті ойлап тапқан. Ол тиянақты ел. Адамзаттық жаңа технократтық дамуында орасан зор үлес қосқан ел. Өте тиянақты. Әрбір секундтың қадірін біледі. Шынында да үлгі болатындай жағдай жоқ емес немесе, бірақ мен басқадан артықпын дегеннің аяғы неменеге апарды? Фашизмге апарды. Фашизм орын тұрды. Ең соңында абыройдан адамзат алдында жұрдай болды. Сол сияқты мен мақтанам дегенде, кейбір мақтанған сөзіңіз негізсіз емес сіздің. Ол адам бойында бір елден ерекше бір қабілетін бар, оны көрсететін жоқ емес, бар. Бірақ сол қабілетпен мақтанға салынып кеткен кезде, ағайын, адам баласы елге жексұрын болып қалады. Шайтанның сипатына айналып кетеді. Абай айтады, ғылым таппай мақтанба дейді. Бәріміз жаттап өстік осыны. Ғылым тапқан адам өзі мақтанға салынбайды. Ғылым түсінген адам өзі Құдайдың құдіретін түсінеді. Ол кезде мақтанбай, өйткені Сократтың сөзі бар. Менің бір білетін нәрсем бар, түк білмейтін деген сияқты. Айтып отырмыз ғой, ғылымды таба түскен сайын, білім артқан сайын, білмейтін өте көп екенін білесіз. Білгенім 1,9, білмегенім 99 дейді қазақ айтады.